Қайырлы күн тыңдарман, толқында Қазақ үні радиосы. Бүгінгі шығарылымымыз қуанышты жаңалықпен басталғалы тұр. Облыстық педидеялық идеялар фестивалі конкурсының шеберлік палитрасы бөлімінде мектебіміздің ұстаздары ерекше жетістікке қол жеткізді. Қоғамдық гуманитарлық бағытындағы пәндер бойынша қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Данияр Дидарұлы жүлделі 2-ші орынды иеленсе, бастауыш сынып мұғалімі Гүлнар Ержанқызы белсенді қатысқаны үшін сертификатпен марапатталды. Ұстаздарымыздың табысы мектебіміздің мерейі. Шын жүректен құттықтай отырып, шығармашылық табыс пен жаңа жетістіктер тілейміз. Бұған қоса оқушыларымыз Зерде республикалық зерттеу жобалары мен шығармашылық жұмыстар конкурсының облыстық кезеңінде биік белестерді бағындырды. Туризм және спорт секциясы Жақсығали Әлинұр 4-ші А сынып оқушысы 2-ші орынды қанжығалады. Жетекшісі Гүлбаршын Шарафуддиновна. Қолданбалы математика секциясы Эдуард қызы Амина 2-ші сынып оқушысы 3-ші орынды иеленді. Жетекшісі Бекайым Төлеугалиевна. Технология және өнер секциясы бойынша Батырхан Ғиса 2-ші орынды иеленді. Жетекшісі Бақыт Қажиетовна. Орыс тілі мен әдебиеті секциясы бойынша Батвашева Аружан 7-ші сынып оқушысы 3-ші орынды иеленді. Жетекшісі Инна Рауфна. Жеңімпаз оқушыларымыз бен оларды білім мен ғылымға жетелеген ұстаздарына және де ардақты әріптестерімізге шығармашылық табыс, жаңа белестер мен шабыт тілейміз. Қыстың алғашқы күні құтты болсын тыңдарман. Келесі жолыққанша. Көктемде жазда